Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Өзіңіз қалай, сұрақтан қалай екенсіз біліп отырсыз ба? Түсінбедім. Сұрақтан қалай екенсіз, сұраққа жауап беріп отырсыз ба іштей? Енді мен қазақ кезде үшеуіне жауап бергенмін. Бірақ енді білетіндерім бар, білмейтіндерім бар, мойындаймын. Қатты оқымыс болмағанмын. Иә, өзіңіз енді қатыстыңыз ғой, айтыңызшы, мына жаққа барғанда қандай сезімде боласыз? Ананы аласың ғой, қағазды алдым да болды, кеттің ғой. Андай ойында тұрады жауап, бірақ қобалжығаннан сен жауап бере алмай қаласың ғой. Иә, сол үшін қатты сөкпеңіздер. Адам қобалжығанда, қорыққанда білетін сұрағын тіпті айтсам мынау қате болып қала ма деген сияқты ой болуы мүмкін. Сырттан көргеннен ойлайды, ой не жауап бере алмайды, бірақ мына жақта тұрса бұл басқа. Мә, шыны керекше, өте риза отырмын, прям күшті отырмын. Менің аудиториям тфай көз тимесінше бір негатив жоқ қой, бір негатив маған жазылып жатқан жоқ. Чисто запростарым барлығын қарап отырмын, барлығы чисто қолдау кәдімгідей ше. Марико, молодец, Марико, ты лучшая, Марико, горжусь тобой. Шыны керек, өз-өзіңді ұстау позицияң маған қатты ұнап жатыр. Барлығында қатты стресспен емес, бәрі налегке, бәрі позитивпен қолдап жатсың деп кәдімгі күшті қылып жазып жатсыздар. Бәрін оқып шыны керек риза отырмын. Тфай көз тимесін. Менің аудиториям мықты ғой. Мен сіздерді жақсы көремін. Андай, оны настроением одан самы айтып жеткізе алмайтын жа, прям көтеріп жібердіңіздер. Риза болдым. Жыл сайын бала болсақ та қызығы қарап тұрым келіп алып. Мен қызықсам көтеріп қалатыным бар. Сорпалар ал. Енем не берілген мант жасаған кеше. Аяқта қойдың сорпасы, 2 сорпасы бар. Ауылшар болды ғой қазір. Иә, ауылшар. Шебер баланы шаурат демей, шебер, потому что үйрете бересің да, риск ше. Мен сразу емес, но папа уже ақырын. Азухра анамна нәрсе жемей қойды, примерно сырып жеді. Бұл да нормально, кішкене бетіне диета шығып кетпесе, примерно. Ой, бұлар тыңдай берсін. Сорпалар тапқан мамочкаға сену керекпіз ғой. Овсяное печенье алып қойдым. Мен жақсы көремін овсяное печенье. Чай ішіп. Сүт қою болады. Білет бұл қыз деген. Не амеш. Печенье без сахара, но енді точно керек. Сосын аяқта қант, чай, чемпион чай салдырасың. Оны бірақ сатып алдым. Қосаттан берген жоқ па маған? Береміз, берсін. Дәтте цәң, сол кіші. Айтпақшы айта салайыншы, қанша адам Сұлтан үйленген, бала шағасы бар деп ойлап жүр. Негізі жоқ. Кезінде мен бір қалжың әзіл сторис түсіргем. Жасұлан деген біздің әріптесіміз болды, редактор. Сол Жасұланның баласын Қасымханды ұстап жүрді де. Мен бұл Сұлтанның баласы, екеуі бар, үйленген деп өтірік түсіре салған мен. Қазір сол өз сторисім өзіме қарсы шығып жатыр ғой, сен Сұлтанды жанұясынан алып кеттің, тағысын тағы жоқ. Қыздар, жігіттер, ханымдар мен мырзалар, қазақстандықтар, ол үйленбеген, баласы жоқ, иншалла. Құрбандар, бізде бүгін сұрақ жауап, біздің қыздар студияда бәрі НТ-ға дайындалып отыр. Иә. Жылдыққа қарағанда білмеймін, осы жылы өздерінше топтасып дайындалып отыр. Міндетті түрде бүгін кешірді көріңіздер, себебі бізде бүгін сұрақ жауап, қыздардың білімін тексеретін боламыз.